Сәлем барлықтарыңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай керемет таңғас дайындайтын боламыз. Бұл таңғастың ерекшелігі өте оңай әрі дәмді болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай және де көп затты қажет етпейді. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ірімшігімізді 4 бұрышты етіп турап аламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімде жазып қалдырамын. Және де бұл жерде маңыздысы еритін ірімшік болуы қажет. Сол кезде біздің таңғасымыз өте дәмді әрі сочный болып шығатын болады. Келесі кезекте біз шұжығымызды, ірімшігімізді турап алғандай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қалаған шұжықтарыңыздан пайдалансаңыздар болады. Неке турап болдық. Енді бір ыдысқа майонезімізді және де кетчуп салсаңыздар, егер кетчуп болмайтын болса, томатный пастаны да қоссаңыздар болады. Менде кетчуп таусылып қалыпты үйде, сол себепті томатный паста пайдаландым. Бұл жерде тек жартысына ғана жететін соус, ал басқасына укропсыз дайындайтын боламын тағы да. Бізге керек болады тостер нандары. Егер тостер нан болмайтын болса, батон нан да пайдалансаңыздар күшті болады. Және де барлығына укроппен дайындалған соусымызды жағып шығамыз. Менде үшеуіне жағылды, ал қалғандарына тек қана майонез және томатный паста. Сосын біз алдын ала дайындап қойған сыр мен колбасамызды барлығына бірдей етіп үстіне қойып шығамыз. Мінекей әдемілеп қойып шықтық. Енді күштен өткізілген ірімшігімізді үстінен тағы да қойып шығатын боламыз. Және де қызып тұрған духовкаде 180 градуста бетіндегі сыры ерігенше, яғни ірімшігі ерігенше пісіріп алатын боламыз. Мінекей дайын. Егер сіздерге арнам ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.